Армысыздар, құрметті автокөлік сүйер қауым. Бүгінгі біздің шолуымыз ол Астана қаласындағы автокөлік иегерлерінің көліктерін түсіру, қандай қиындықтар туындайтынын, қандай жеңілдіктер, соны бізбен бірге тамашалайтын боласыздар. Ал дайын болсаңыздар, біз бастаймыз. Бүгінгі біздің шолуымыздың кейіпкері Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген артисі, халықаралық олимпиадалардың жеңімпазы және 2022 жылы Қазақстан барысы жеңімпазы келе алмады. Сол себепті Қанат есімді жігіт. Ассалаумағалейкум, Қанат. Қош келдің. Қанаттың Hyundai Elantra 2024 жылғы автокөлігі. Қанеке, өзіңіздің автокөлігіңіз жайлы бір-екі мағлұмат беріп жүрсеңіз, қай жылы, қашан алдыңыз, қандай мақсатпен алдыңыз, қандай автокөлік? 2024 қыркүйек айында алғам автокөлікті біздің Астанадағы Hyundai дилерлерінен. Мақсат сол бензин аз жетпеген күнделікті жүріп тұруға, жұмысқа барып келуге, сондай мақсатпен алғам. Үнемді машина ғой. Қандай бағаға алдыңыз? Дилерде 10 миллион 700 баға болды. Қазіргі күні қандай күн болатын бағалар? Қазіргі күні қарамақпын бағалар. Қандай комплектацияда? Комфорт деген комплектация. Комплектация оған не кіреді? Оған ішінде жаңағы полк, подогрев сидений дейді. Жылыту алды арты ма? Иә. Толымен парктрониктар, артқы камерасы бар. Сол жалпы сол, кондиционер. Қазірге дейін қанша шақырым жүрдіңіз? 15 мың километр жүрдім. 15 мың шақырым. 15 шақырымда қандай да бір өзгерістер, қандай қосымша жасағандарыңыз мүмкін бар шығар? Немесе бір кепіл бойынша бұзылған жағдайлар болған шығар? Жоқ, бұған мен өзім қосымша тек қана сиденьяларына чехол салғыздым, тіктіріп арнайы тапсырыспен. Және де поликтар, поликтар. Ал осы уақыт аралығында мазалайтын сол тек қана бір-екі мәселе болды дилерден шыққалы. Ол жаңа капоттың зазорлары, одан ол бампері мынадай ойнап тұрады екен. Соны бірақ та әлі күнге шейін бұның шешімі жоқ дейді. Сол себепті пока осылай айдап жүрмін. Бұл бүкіл Елантраларда осындай ма сонда? Бүкілінде бар дейді, дилердің айтуы бойынша. Бұл заводтың солай шығады. Иә. Қандай двигатель тұр бұнда? 1.6. 1.6, иә. Коробка? Қорабы 6 сатылы. Ал енді достар, жақынырақ танысайық автокөлікпен. Сосын жүрісін көреміз, жол бойы жол жөнекей сөйлесіп отырамыз Қанатпен. Құрметті достар, барлықтарыңыз ойлап отқан шығарсыздар, неге мешіттің жанында түсіріп отыр деп. Бұл Астана қаласындағы Хазірет Сұлтан мешіті. Осы жерде арнайы тұрақта көптеген автокөлік сүйуші адамдар. Білмеймін неге екен, бірақ осы жерде колесодан қарасаңыздар, отаға түсіріп жарнама береді. Қанекенің машинесіне шоу жасап көрейік. Дайын болсаңыздар, кеттік. Негізі көбісі ойлайтын шығар, неге осы Астана қаласында автошолушылар көп, бәрі екінің бірі автошолушы деп. Біздің алдыңғы ең басты мақсатымыз осы Астана қаласындағы автокөлік иелері қандай машинамен жүреді, және қаншалықты бұл машинамен жүру тиімді. Мысалы, бүгінгі біздің
бағдарламамыздың қонағы Қанат жаңа айтып кетті, қандай мақсатта осы көлікті алғанын. Көрейік. Біздің формат енді сондай болады. Әр жағына ұнай ма, ұнамай ма, өздеріңіз пікірлеріңізді білдіре кетесіздер. Және де Қазақстан нарығын қазір 40% Қытай автокөліктері алды дейді. Соны Қытай автокөліктеріне шоу жасап көреміз. Сосын біз шоуды екі тілде жасаймыз. Қазақ тілінде, және ана тілімізде, және орыс тілінде. Ол автокөлік иесіне байланысты. Егер де автокөлік иесі орыс тілінде өз ойын пікірін білдіре алса, онда орыс тілінде түсіреміз. Егер де қазақ тілінде өз ойын пікірін білдіре алса, онда қазақ тілінде түсіретін боламыз. Ал Қанеке, өзіңіз бір-екі сөз айта кетсеңіз, мысалы мына автокөлікпен келе жатырмыз. Астана қаласында жаңа Хазірет Сұлтан мешітінің жанында, Байтұрсынов көшесімен. Енді автокөлік таза екен, жаңа екені көрініп тұр. Ешқандай сырттан дыбыс ешкімге естілмейді. Жаңа қозғалтқышы жақсы жұмыс істеп тұр. Бұл көлікті алуымның себебі де бар. Оған дейін Hyundai көлігі болған өзімде де. Hyundai акцент болды, кейін Елантрамен жүрдім. Елантрамен 21 жылы ең бірінші осы кузовта шыққанда алып. Бірақ та бір себептермен сатып жіберіп ол машинаны. Қазір уақыт өте келе қайтадан осындай экономичный машина керек болғаннан кейін осы машинаға таңдау түсті. Әрине ұсыныстар көп. Жаңағы Қытай автокөліктері бар. Бірақ та мынау тексерілген білетін машина болғандықтан осыған таңдау түсті. Алдыңғы автокөлікті қандай жылдамдықпен саттыңыз? 2021 жылы жарты сағаттың ішінде сатылып кетті. Жоқ, қанша жүрді? Қанша шақырым жүрді деген? 40 мың жүрдім. Сол Елантрамен осы Елантраның айырмашылығы көп па? Мынау салонында дисплей ол машинаның кішкене өзгешелеу болатын. Именно ол жылда осы комплектация алған болатын. Комфорт, комфорт деген. Бірақ та айырмашылықтары бар екен жаңа комплектациясында. Онда толық парктроник болған жоқ, толық подогрев сидений болған жоқ. Бірақ онда мынау дисплей толығымен бірдей болып тұратын. Сондай айырмашылығы болды. Осы машинаға алар кезде қандай тағы да көліктер қарадыңыз? Әлде бірден осы бірден осы машина. Ал салыстырмалы сол бағада жаңа Қытай автокөліктерін қарап көрдіңіз бе? Жоқ, даже Қытай қарағыңыз деген. Қытай көліктеріне сенім жоқ сияқты ма, білмедім. Әзірше. Енді қарап отырмын, жаңа салон чехол салдым дедіңіз, сосын Ева коврик, рульға чехол болды. Басқа андай машинаны қатты сәндейтін әдетім жоқ. Осы бірінші мақсат, бірінші керек нәрсе. Қосшыдан келіп келу. Алыс жолға шығып көрдіңіз бе бұл машина? Алыс жолға дегенде Қарағандыға барып көрдік. Трассада. Қандай жылдамдықпен жүрдіңіз? 120. Ол ыңғайлы жылдамдық қой өзі? Нағыз комфортный жылдамдық сол. Негізі қандай ойыңыз бар бұл көлікке? Қанша жүрем деген ойыңыз бар? Уақыт көрсетеді. Негізі ойыңыз деген бар? Негізі пока. Әзірше жаңа кезінде жүреміз. Рахаттан. Енді біз жаңа жақсы жақтарын естідік. Енді бұл машина әр машина сияқты бір кемшіліктер де бар шығар. Сол жағын айта кетсеңіз. Жаңа орындықтары білмеймін. Орындықтар бұл машинаның ыңғайсыз сияқты болып көрінді маған. Оған дейін жүрген машинада ыңғайлы отыратын. Ешқандай дискомфорт болмайды. Қарағанды ма жаңағы? Жоқ, оған дейін Lexus машинасы болды. Ескіде болса, бірақ орындықтары бәрі ыңғайлы болатын. Мен Қарағандыға барып келгенде бүкіл арқам. Достарымыз еске сала кетейік. Қарағанды мен Астананың екі ортасы шамамен 200 шақырым, барып келу сол 400 шақырымда.
орындықтары ыңғайсыз деп отырсыз. Иә. Тағы да қандай кемшіліктері? Басқа білмеймін, басқа. Енді осы бағадағы көліктердің арасында Негізі Астана кемшіліктерін қаласында осы сегменттегі автокөліктер жақсы сатылып жатыр естуім бойынша. Жаңағы осы Hyundai Elantra, Toyota Corolla, Cobalt. Cobalt енді бұл класста емес, дегенмен Астана қаласында жиі көретініміз жолдарда. Содан кейін Cherry Ariza 8, Kia K3, K5-тер сол сияқты. Енді алдын ала айтпай ақ қояйық, бірақ дегенмен уақыт көрсетер. Оны да көріп жатырмыз. Қай машина үнемді, қай машина тиімді екенін. Тағы да қосарыңыз болса, мінекей айтып отырмыз. қосатын енді жалпы былайша бәрі кен машина. Семьямен бәрімен жүргенде. Негізі былай қарап отырсам қаланың ішіне өте ыңғайлы көлік екен. Бірақ асты төмен сияқты. Қыста қалай болды? Жақсы қарлар түсті бізде Астана қаласында. Енді көшелер тазаланып отырады уақытында. Бірақ анау үйлердің арасында қиындау шығар. Асты төмен машина. Асты төмен екен, иә. Көп жерлерде астын жаңағыдай қар дұрыс жиналмаған жерлерде сырылады. Көбінесе жаңағы бір жерлерге танымайтын бір аулаларға барып болған кезде дұрыс тазаланбаған осы жерлерде қиынырақ та. Басқа машиналар ойланбай өтіп кетіп жатса, мен кіргенде асты міндетті түрде тиеді. Астында қорғау болды ма защитасы? Жоқ, ондай ештеңе салмадым. Өзінің астында пластиковый несі бар. Защитасы сол тұр, болды. Темір ештеңе салмадым. Темір салатындай андай нашар тас жолдарға шығып жатқан жоқ, қаланың ішінде. Көбінесе сол қаланың ішінде. Дұрыс. Ал жаңағы алдыңғы Elantra 2021 жылы, мынау 2024. 3 жылда бір қатты өзгеріс бар ма машинада? Ол машинамен 40 шақырым жүрсеңіз, мына машинамен 5000 шақырым жүріп жатсыз. Қатты өзгеріс көзге түсетін сол жаңағы мен айтқаным. Дисплейі ғана. Мына машинаны дилерден алған кезде ойбай деп өзімді таңғалып қалдым. Қытайда жинаған машина кім екен деп. Енді қазір дилерлар беріп сатып жатыр дейді. Қытайда жиналатын автокөліктер Elantra және Қазақстанда жиналатын автокөліктер. Енді оның айырмашылығы туралы кейін Қытай автокөлігіне мінгенде айтамыз. Дәл қазір өзіңіздің осы Қазақстанда жиналған Elantрамен жүрген көзқарасыңызды айтсаңыз, нұр үстіне нұр болады. Нұр үстіне нұр, гүл үстіне гүл, сонда нұр гүл болады. Жалпы машина жақсы. Өзіме ұнайды күнделікті. Жұмысқа барып келу шаруалармен жүргенде қатты үлкен емес. Парковка жасағанда бәрі жаңағы камерасы, парктроник бәрі өте керемет көмектеседі қаланың ішінде. Обзор бәрі жақсы. Тамаша. Жарықшамдар қалай? Түнде жүргенде? Өте жақсы. Жаңа трассада түнде жүріп келдік. Трассада да керемет. Көбінесе трассада келе жатқанда дальныйды қосудың керегі де жоқ өзі. Ближнийдің өзі біразға дейін көрініп тұрады екен. 120-мен келе жатқанда ближниймен келдік автобанда. Ал мынау бояу жағы қалай? Мысалы алдыңғы машинамен 2021 жылғы машинамен бір шамамен 2 жылда жүрген шығарсыз. Сол 2 жылдың ішінде бояу жағында бір нелер болды ма, қателері? Мысалы тастан ұшқаны, немесе шіріп көріне бастағаны жері? Жоқ, ондай ештеңе байқалмады. Мына машинада дәл солай. Сапасы жағынан жақсы. Сапасы жағынан енді жаңағы металлы, енді қазіргі машиналардың бәрін металдарын жұқа дейміз ғой. Бұнкі да енді сондай. Кейде өзін жуу деген автомойкаларға барып, самомойкаларға барып, машина жуған кезде байқайсың. Машина сыртып жатқанда қатты басып жүрсең металл ойнап тұрады. Ал жақсы.
Ал құрметті достар, бүгінгі кішігірім шоуымыз осындай болды. Бүгін бізде қонақта болған Қанат сізге көп рахмет. Сіз алға баса берсін, көлігіңізде ешқашан бұзылмасын. Тек қана қызықты, қуанышты күндерде көрсек. Ал достар, өздеріңіз егер де осы шоуға бір пікірлеріңіз болса, немесе бір өзгеріс енгізгілеріңіз келсе, астыңғы жақта пікірме білдіріп отырыңыздар, өз ойларыңызды жазып отырыңыздар. Ал келесі форматта қандай автокөлік көргілеріңіз келеді, соны жазып кеттіңіздер. Және де бір ұнаған, ұнамаған жақтар болса, оны айтып олыңыздар. Біз сол жаңа сіздердің комментарыңыз, пікірлеріңізді оқи отырып, өзіміздің бағдарламамызды жақсартуға, жаңартуға тырысамыз. Кездескенше сау саламат болыңыздар. Бүгінгі біздің шоуымыздың кейіпкері Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі. Ал құрметті достар, бүгінгі Енді қалмай жүріп отырайын ба? Енді қалай? Я сен қасында сау бол дейін, сосын мен